Біздің Қазақстан темір жолының көлік тасымал жаңағы бидайды экспорттауға, тасымалдауға белгілеген тарифі алысқа бармай қойық. Біздің СНГ мемлекеттеріменен салыстырған кезде тарифтік деңгейі қаншалықты межеде, айырмашылығы бар ма? Вообще, я до этого сказал уже, вот у нас... Микрофон жақынырақ қойсаңыз, ана өңірлердегі де әріптестерімізге естіліп отырсын. До этого говорил же, что у нас... Так, Дияр Адилбекұлы. Дайыр. Мен сізге, Даяр, мен сізге мемлекеттік тілде сұрақ қойдым. Иә. Сіз енді байқап отырмын, бір адамша қазақша білетін сияқтысыз. Тіліңіз сынған қазақсыз ғой. Сондықтан да рұқсат болса, мен орыс тілінде жауап беремін. беремін. Неге? Себебі қандай? Себебі маған орыс тілінде ыңғайлы. Ыңғайлы деген болмайды. Сіз біріншіден мемлекеттік қызметкерсіз. Ал мемлекетті құрметтеу, ол мемлекеттік тілде сөйлеуден басталады. Сізге мен қазақ тілім деңгейі керек па, әлде жауап керек па? Маңызды. Маңызды. Құрметті әріптестер, оны дискуссияға айналдырмаңыз, бәрі де маңызды. Мәселе қаралып жатқан мәселе, сіз тырысып көріңіз. Енді әңгіме ол Әлекең сізге оны сөгіп айтып жатқан жоқ. Сізге жан ашып айтып жатыр. Сондықтан соны қабыл алып, сабырлықпен тырысып көріңіз. Бастаңыз, ортасын терминдар болса, басқа тілде айтыңыз. Бірақ та рұқсат тұрады. Сабырлық сақтап қабылдаңыз. Оны саясатқа айналдырмайық. Или рұқсат жоқ па не? Тырысып көріңіз. Ағаларыңыздың айтып отқан ұсынысы жаңағы тілегі деп қабыл алыңыз. Жақсы ма? Оны ренжімеңіз. Оны дұрыс түсіну керек. Жауап бере беріңіз. Көршілес елдердің арасында біздің тарифтеріміз ең төмен. Осыған дейін айттым ғой. Мысалы, Ресеймен салыстырғанда 2 есе төмен. Өзбекстанмен 4 есе төмен.